ең алғаш кездесу. Алматыға жиі барып тұрам Қыдырға. Бір күні барсам, машинасына мен алдын отырам ғой енді. Сәлеметсіз бе деп артында бір қыз отыр. Қарадым да, сәлемет пе дедім де қойдым. Сосын апа алма жеңіз деп келе жатқанда алма берді. Жарайды, рахмет. Содан неттім енді, мынау. Неге сөйлесіп жүрген бала ашы шығар осы деп. Ақыры солай болды ғой сосын. Қыдыр біраз жүрді ғой үйленбей. Соған үйлен деп, 2 ай сайын, 3 ай сайын бір барып тұрам. Болды, біздің ауылда мынандай қыз бар. Мынау мұғалім, мынау бұғалтыр. Ой, апа, демалдыр о қыздардың. Өзін тау олады, жаспан мен үшін деп. Енді жүре бересің бе, 30-ға келдің ғой. Содан әйтеуір сол бұйырған бір күні той үйленем дейді, ойбай дұрыс болды ғой. Қатты қуандық қой. Қарақат 5-ші класс оқып жүргенде мынау әнші балапан деген шықты ғой. Сол уақытта совхоздан жеңіп, районға барып, районнан жеңіп, Ұлытау облысына барып, Ұлытау облысында Күләш Байсейітова бастаған халық артистері жюри болып отырып, жолдама берген тегін. Мен Жайрам кентінде өзім өмір бойы еңбек еттім. Қазір зейнеткермін. Ол уақытта жаспын ғой, жұмыс істеп отпуск алып, Қарағандыға барып келейін деп, жолда әке-шешем тұрады, трассаның бойында. Соған түсіп, амандасайын да ары қарай кетейін деп келгем. Қарақатты ұмытып кетіппін, Алматыға баратын. Үйге кіріп келсем, Қарақат нәзіктеу болатын. Есіктің бұрышында отырып, бүрісіп, "Ұлым, не болды?" деп жылайды. Көтеріп алдым, "Не болды ұлым саған?" "Аға, мен Алматыға жібермейді, папам мен мамам" дейді. "Үйіндеме?" "Мен келдім, мен отпускқа. Ақшам қалтамда, ол маған ақшалары да керек жоқ." Сол әкем есік қойыпты. Сосын әкем айтады, марқұм, "Көйлегін киелмейтін баланы Алматыға қалай жібереміз" дейді жаңағы. "Барат" дедім. Содан сөздің қысқасы, ол уақытта қызыл екі арустар жүреді, сәлерке сасыған баяғы. Соған салып ап, через Балқаш Алматыға алып бардым. Сосын Қымбат деген апам бар ол уақытта, Алматыда жаңа институт бітіріп жатыр. Сол кісінің қолына апарып табыс етіп, және түшкін болып қайттым. Менен соған содан кейін Қыдырәліге жолығып, жолдары болып, міне өздеріңіз білесіздер, 25 жыл бірге тұрып, біраз жетістіктерге жетіп, халықтарының сүйікті әртісі атанып, біраз атақ алды. Енді оның бәрін мен толық айта алмаймын, қалай атақты екен, бірақ өздерінің жақсы көрермендері бар. Солай ғой енді, үйдің еркесі ғой жаңағы. 5-ші класс. Өзі нәзік, қалғандарының бәрі быттиып өстік қой. Айналайын енді, мені жақсы, қуаныштамыз, осындай қарындасымыз барына. Енді бұлар алдарындағы біраз кедергілердің бәрін жеңіп, жақсы жағдайда, жақсы атақтарға ие болды. Қыдырәлінің өзі мысалы Қазақстанның бірінші продюсері деп атады. Шетелдікте бағындырып келді, Ұлытауы бар. Танымал азамат пен азаматша ғой, әлі де алтын тойында да осындай қызықты көре берейік. Ал, енді құрметті меймандар, жаңа шет жағасын айттық қой. Бұл қандай той, қандай еңбекпенен келген қуаныш, қаншама маңдай терменен жеткен кеш. Бұл Қыдырәлі ағамның әулетінің тойы емес, бұл түгел Алталаштың тойы. Ал Қыдырәлі ағамның ел алдындағы қандай отбасыға айналдық деген жауап беру кеші. Және осы жерде тұрған ең жақындары. Дұрыс па? Ендеше қазір регистрацияны бастамас бұрын, міне 2 экран бар. Бүгінгі той себепкерлері сурет тұрған. Назарымызды
сол экранға аударайықшы, құрметті ағайындар. Қараңыздаршы. Сол той, сол сәт, ана көйлек ұстап тұрған қызды көріп тұрсыздар ма, кішкентай? Шіркінай, 25 жыл уақыт өтті. Қарақат әпкесінің көйлегін ұстап жүрген сол кездегі Ақбота деген қыз, бүгінде Ақбота Шәкірқызы танымал әнші, актриса, кеше ғана кішкентай қыз, бүгін өзі де көп балалы ана, Қарақат әпкесіндей. Енді қараңыздар, бүгінгі тойдың тақырыбы ностальгия ғой. Сол қыз, сол Ақбота екі жастың некесін қию рәсімін атқарайын деп тұр ағайын. Міне, енді түсіндіңіздер ма? Тамаша, көп рахмет, құрметті Әлбек мырза, дұрыс айтасыз. Осыдан 25 жыл бұрын Алматы қаласына алғаш келіп, қазақ даласын дүбірлеткен ұлан асыр тойда Қарақат апайымның көйлегінің етегін ұстаған кішкентай 5 жасар қыз мен едім. Бүгінде мінекей апайымның жолын қуып, 4 баланың анасы атанып отыр. Ал, қошемет! Қарақат ханым, 25 жыл уәде еткендей, Қыдырәлі мырза сізді алақанында аялады ма? Әрине. Қошемет көрсетіп қояйық. Сонымен құрметті Қыдырәлі Нұртайұлы, 25 жылдық отбасылық өмірден кейін де сіз Қарақат ханымды бұрынғыша сүйесіз бе? Әрине. Қадірлі Қарақат Күлкібай қызы, Қыдырәлі Нұртайұлына деген махаббатыңыз ескірмеді ме? Жоқ, ескірмеді. Қошемет болсын, ағайын. Ендеше солғын тартпас сезімдеріңіз бен ескірмеген махаббаттарыңыздың куәгерлерін ортаға шақырамын. Жаңа неке куәлігіне келіп қолдарын қойса болады. Қошеметпен ортаға келіңіздер. Ай, бәрекелді. Сіз врач болсаңыз да мықты врач болады екенсіз ғой. Аллаға шүкір. Ал. Мә, екеуінің почергі бір-бірінен аумайтын болып кетті ғой, қараш. Шамала врач, көне! Қол қойылды. Құрметті жұбайлар, мінекей 25 жыл бір ғұмыр көлемінде ұстасқан қолдарыңыз ажырамай, бүгінде өмірлі-шүбірлі үлкен отбасы болып отырсыздар. Енді ары қарайда сіздер қуанышпен, қайғыда, бақыт пен жоқшылықта, өрлеу мен күйреу, ұшу мен құлау кезінде де бірге болуға дайынсыздар ма? Дайынбыз деп жатыр. Қарақат бауырым енді қыздардан кейін менен кейінгі сіңілім, туған сіңілім. Қыз кезінен бастап сырымыз бір болды. Осы Қыдыр ағамызбен жүріп жүрген уақытта осы сол кісімен жүретін бәрін маған айтып, менімен сырласып, мен бәрінде хабарда болдым. Тойына да куәгер болдық. Мінекей енді бүгін күшті қуанышпен күміс тойына келіп қалдық. Құтты болсын, темірдей тәртібімен осындайға лайықты керемет отбасы. Аллаға шүкір. Бақытты болсын жастар. Иә, енді біз айттық, жасы үлкен болған қалай болады деп. Біз енді әлі дос болып жүрміз деп айтты, онды шығатын айтқан жоқ. Дос болып жүрміз, маған аға болып жүр, осындай таныспын деп апасы ретінде сырласты менімен. Со жағын ғана білдік, одан кейін уже махаббаттары әрқалай ұласты. Тамаша. Жалпы әкемнің қарсы болған сол жасына да байланысты болды. Екіншіден үйде отырып қаласың. Мінезді болды ғой ағамыз. Сондықтан үйде отырып қаласың, ертең бағың ашылмай қалады, әнші бола алмай қаласың деген ой туғаны рас. Сондықтан қарсы болды. Енді мен куәде болғам. Екеуінің ағаммен Қақатиямның жүріп жүргеніне жігіт кездерде, қыз жігіт кездерде мен куә болғам. Ол менің бір айтайын 8-ші сынып бітірген шағым. Алматыға барып қалдым. Пора-пора ақша мен әкем жіберді ауылдан. Барған болатым сол кезде Қыдырәлі ағаммен жүріп жүрген еді. Мені осындай ночной клубқа келді. Содан ночной клубқа келдік. Осындай светомузыка ойнап тұр, музыка деген тарс-тұрс дейсіз. Керемет бір-біріміз естуге мүмкін емес, бүйтіп отырамыз, ау-ау деп. Сөйтіп отырдық, меню келді, бәрімізге таратып берді менюді, енді кешіріңіз. Біріншіден ауылдан барғам, екіншіден енді тіпті ненің ашы, ненің тұшы екенін білмейсің, бір-бір көзім жүгіріп шықмышсын бедім. Қарақат қарама қарсы отырды. Қыдыр жездем қарама қарсы медеу арынбайды, менің қасымда отырды.
енді ол кісіден қатты жақын емеспін, сұрауға ұялдым. Кейін қақатқа бүйтіп не тапсырамыз деп едім, мен ешнәрсе жемеймін деді. Енді жігітінен ұялғанда шығар деп ойлаймын. Жемеймін деді. Енді мен неден ұяламын? Мен жегім келді, мен ішкім келді. Бір көрейін дедік енді. Дәмін татып көрейін деп. Сөйтіп бүйтіп отыр едім, қыдыр жездем андай қылып тапсырыс беріп бастады, бүйтіп. Сөйткенем, сіз не ішсеңіз соны жеймін дедім. Сөйтіп, деді. Сөйтіп, сусыннан қандай ішесіз деді. Жездем тапсырып қойыпты сусындарды. Сөйтіп барып мен барамда, сіз не ішсеңіз, мен дедім, ішесің ба деді, бір нәрсе енді естілмейді. Ішем дедім. Содан мақұл, бір кезде тамағымды алып келді дейсіз. Кешіріңіз, әлімге дейін мен соны зерттеп білмеппін не екенін. Тамағымды алып келді дейсіз, сусынымды алып келді, кішкентай мұзымен мөлдір әлімге дейін ұмытпаймын, трубочкасымен алып келдім, алдыма. Мұздай прямо. Сөйтіп барамда тамақтан аламда бір нәрсені шықлап аузыма саламын. Удай ащы. Алам, уже мүмкін емес, уже ашып баратыр аудым дейсіз. Сразу салфетканы алдым да еңкейіп барып сразу шығарып тастадым. Уже ұстатывы ашылығы сол болды. Сусыннан ана мұздай сусын как раз маған не болып тұр деп ше. Ішіп жерсем, мына басылады екен деген сусынды алып кәдімгідей ішіп жер трубочкасымен деп сормасын бар емес па, кешіріңіз. Тұрып қалдым. Сразу мен түсінбедім басында не болды. Аузым бірдестен жансызданды, просто жансызданды. Жұтып жіберейін десем кетпейді, итейін десем кетпейді. Қысқасы не керек? Жұтып жіберуге тура келді, бірақ уже әрі бер жылып кетті ол. Мен ұстап тұра беріп. Жұтып жібердім, біттім ғой деді. Қақатқа бір қарадым, қақат маған қаратты. Деді. Виски екен, виски. Содан бері вискидің аты аталса. Мама дейтін болдым. Сол айтайын дегенім, одан кейін қазір енді сол бір керемет естелік болды. Сол кезде қыдыраған менің жаңа трубочкадан сорып ішіп жатқанда маған қарама-қарсы қарап отырып бүйтіп, көзіме қарап отқанда мен түсінбеппін не ішіп жатқанымды. Ол кісі ойлаған шығар енді 8 оқып виски ішсе кешіріңіз мені деген шығар, бұл қалай деп. Қай ауылдан келген қыз деп па? Масқара деді ғой енді, мынау масқара деді сол. Сондай бір керемет ғажап естеліктер, тарих қой, бұл ғажап. Еске алуға қазір. Ол кезде күлетіндей жағдай болған жоқ, қазір күліп тұрмыз ғой. Бүгінгі күнге енді аман-есен жеттік ең бастысы. Енді екеуіне бүгін қандай тілек айтасыз? Мен Қарақаттың тойында бола алмадым, өкінішке орай. Кәдімгі үлкен тойларында бола алмадым, маған бұйырмапты. Мен ауылда қалуға, бәрін жіберіп, ауылда қалуға тура келді. Енді мінекей 25 жыл араға салып, осындай бір күміс тойында, керемет ғажап тойында куә болуға дан бұйырып, мінекей келіп тұрмыз, көріп тұрмыз. Осы күнімізге Аллаға шүкіршіліктер айтамын. Енді алтын жездеммен, гүл жездеммен, ән қақатым, жан қақатым деймін. Жан қақатыма тілерім. Тек қана Алла тіл көзден аман қылып, осы биіктеген шыңдарынан шыңға жоғарылап, ешқашан төмендемесін, көзге көрінген балапандарың тек қызығын көрсін, жақсылығын көрсетсін. Әппақ келінді Құдай қаласа Бекболатымыз қолына құсын қондырып, Қарақат пен алтын жездем қызығына тоймай, ыстық та дәмді тамағы мен шайын ішіп, терлеп тепшіп, немере шөбере, шөпшек көруге Аллам нәсіп етсін деймін. Сіздердің еңбектеріңіз жансын деймін. Рахмет, үлкен. Ғашықтың жаны жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Кеше жылдар қосылған екі жасқа, бақыты мен байлығын ала кетсін. Ал, міне Қыдырәлі ағам көріңіздер, үлкен ұлы. Қайсыңыз, келіңіз. Есімі Бекболатқа шапыла ұрып қойық. Одан кейін дүниеге келген Иманалиға шапыла ұрып қойық. Білмейтіндерге көрсетіп қойыншы. Одан кейін көп балалы болған күшті екен ғой. Нұралиге шапыла ұрып қойықшы. Нұр дегеннен басталды. Соңғы кезде Қазақстанда нұрларға внимание болмай кетті ғой. Дұрыстап шапыла ұрмаймыз ба? Так, одан кейін сіздер қалай сонда? Бірінші ұлдар солай болып тұр ғой, Айсұлтан шапыла ұрып қойық, ұлдардың кенжесі. Так, одан кейін
ең алғашқы қыз Аяла, шапалаңды аяма. Так. Смотришь. Айзада, қазір келеді, шапала құрып қояқ ол қызға да. Міне, рахмет. Құдай кештің дресс-коды ақ, образыңыз туралы айтыңызшы. Бағана дерзкий деп айтқан едіңіз ғой сұлулық салонында. Сұлулық салон. Ол жерде өзіміздің адамдар болғаннан кейін кішкене еркелеп артық айтып қоюым мүмкін. Әдемі жарасып тұр. Жарасып тұр ма? Не айтсам екен? Өзіме ұнады, ыңғайлы. Бір-екі сағаттан кейін аяқ киімді ауыстырып аламын. Ыңғайлы кроссы киіп, той болғаннан кейін, қуаныш болғаннан кейін еркін жүріп, еркін билеп, қуаныш иесімен бөліскен жақсы ғой деп. Дресс-кодта ұстанған қаншалықты дұрыс дегенім ғой, кей кісілер мысалы қысылып қалады, киім таппай қалады, бірақ енді той иелері қалап тұрады да, бәрі бірдей жүрсе екен. Ол енді той иесінің еркелігі, той иесінің сол күні шаттануына біздің ол кісінің шартын орындағанымыз үлкен көңіл көтеретінін айтқым келеді. Сондықтан өз басым дресс-код жақсы көремін. Көп ойланбайсың, ана жерде білінбей қалады да, кімнің не киген. Ең басты бір түстікпен келесің, көп ойланбайсың, сол киімді киесің, кете бересің. Сыйлық аудару ма, жоқ әлде кэш па? Кэш. Қанша екен айтуым керек па, айтпай. Өз орталарыңызда ставка бар ма дегенім ғой? Ол тойға байланысты. Бүгін үйлену той, кішкене көбірек болу керек. Егер бірақ адамның туған күні болса, чуть азырақ болуы мүмкін. Қалыңыз қалай, көңіл күйіңіз? Көңіл күйім өте жоғары. Бүгін бәріміз әппақ болып жүрміз, дресс-кодты ұстанған екенсіз, образыңыз туралы айта кетіңізші. Образ енді айту бренді, бұл Ақтауда мықты сіңлім бар, Айдана деген соның бренді. Күшті енді қараңыз. Енді аяқта Прада, қолда Прада, мынау күшті бір қыз бар. Осы Алматыда сіңлім сыйлас Лучи деген дүкен бар. Мен қателесіп қалам ағылшынша, сонда матросқа саяқтан. Корейский дүкен, кәрістің киімдері бар. Негізі мен сіздің парақшаңызды үнемі бақылаймын, ерекше образдармен көзге түсесіз. Өзіңіз таңдайсыз ба, стилист бар ма сізде? Мен стилист өзіммін, өзім стилистпен, стилист болғанда емес, болмайды деп ойлаймын. Енді анасыз ғой, қазір балапандарыңыз бар, осындай формада үнемі әдемі жүру, жарқырап жүру, құпиясы неде? Құпиясы өмірге деген махаббат, адамдарға деген махаббат. Негізі бар ғой, көп адам ойлайды, мен көңілімді біреу көтерсін деп. Негізі адам өз көңілін өзі көтеріп үйрену керек. Себебі біз ең бірінші өзімізді жақсы көріп, өзіміздің көңілімізді көтергенде ғана бақытты боламыз. Ешкім ештеңе күтудің қажеті жоқ. Сіз негізі өзіңіз Ақтауда тұрасыз ғой? Ақтауда тұрам, бірақ Астана, Алматыда жүре беремін. Бүгінгі тойға арнайлап келдіңіз ба, жоқ осында жүрдіңіз ба? Арнайы келдім. Тіпті шетелге шығатын жолымды да осы тойға арнайы қойдым. Себебі Қыдыр аға мен Қарақат өте жақын адамдар, досымыз, өте жақсы көремін, құрметтеймін. Қуаныштарымда көбіне боламын, Ақтаудан ұшып келемін. Міне бүгінде Алланың қалауымен келдім. Сол кісілермен сіз қай уақыттан бері таныссыз, қалай таныстыңыздар? Енді біздің таныстығымыз негізі бір қызық оқиғалар болды. Негізі ең бірінші сол Нұршақ бренді арқылы таныстық. Бірақ оның алдында да көріп жүрміз, енді Қарақатты бәрі таниды ғой. Бірақ Нұршақ сән үйі деген Ақтауда күшті сән үйі бар. Сояқтың басшысы Нұрекен досым, сол арқылы жақын таныстық. Негізі Қарақатты бүкіл Қазақстан таниды. Енді мен бір нәрсені түсіндім да, дейді ғой, ағайынды дейді, Құдай қосады дейді да. Ал досты өзім таңдайын дейді. Олай емес. Жақсы болсаң, досты да Құдай береді. Қарашы, бір табақ етті 8 мобилограф түсіріп жүрім. Анау бейшара жылқы тірі кезінде ойлады ма осындай құрмет көрем деп.
күні болатын, Қыдырәлі аға шатаспасам. Жұма күні Алматы қаласы орталық мешітте кісі көп болады. Адам алып жүру мүмкін емес. Жұманың намазының уақытына таяп қалған уақыт. Енді намазға қалып қалмайық, ертерек некемізді қия қояйық деп, ағамызды келген қонақтармен кіргізіп, неке залымызға арнайы. Рахметке, рахман-рахимин. Аллаху акбар. Алла бақытты баянды өмір нәсіп етсін. Алла қабыл етсін. Үш ұттайсыз. Мынау асаға менің ойыма тағы бір дүние салып жатыр да. Имам тақсыр, махырды ұмытып кеттіңіз дейді. Мен 25 жылда ағамыздың бары жиған терген осы жанұя үшін, отбасы үшін деп ойлаймын. Бірақ сонда да Қарақат жеңгей, қалауыңыз сұрауыңыз бар ма ағамыздан? Махыр сұрайсыз ба, жоқ әлде бостандық бересіз ба? Көрейік, қызық қой, интрига ғой. Негізі беретін дүниені, сый-сияпаттың бәрін беріп тұрады ғой, бірақ сонда да енді сұрау керек болса, сұраңыз апам, жездемнен, любой нәрсе сұраңыз. Қайырлы кеш, қымбатты достар, ағайын туыс бауырлар. Бүгін мінекей тамаша біздің бақытты сәтімізге келіп, куә болып отқандарыңызға ризашылығымды білдіремін. Қош келдіңіздер. Енді бір неке жаңғырту деген бұл бір тамаша үрдіс. Сізге Алла разы болсын. Мінекей қараңыздар, 25 жыл бұрын біздің некемізді қиған имам бүгін тағы да күміс тойымыздың куәсі болып тұр. Қандай керемет. Бұл күнге жеткен де бар, жетпеген де бар. Десе де жаңа өзіңіз өте жақсы айттыңыз. Әлемнің жарығын атанам сыйлаған болса, даланың, әлемнің бар гүлін, бар жақсылығын осы Қыдекем сыйлады, көрсетті. Еш уақытта маған еш нәрсеге жоқ деп көрмеген азамат, еш уақытта бір уәде беріп ол уәдесін орындай алмаған кездері болмаған, үлдемен бүлдеге орады, алақанына салып аялап, мінекей осы күнге аман есен жеткенімізге шүкір етіп тұрмыз. Сондықтан да осындай махыр сұрайын дегенім енді артық болатын шығар. Себебі менде барлығы бар негізі. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Алла Тағала ниеттеріңіз, тілектеріңіз қабыл етсін. Мынау имамда шарт болғаннан кейін еске салып жатқаны ғой. Мынау енді сұрамауға бола ма не сонда? А что так можно что ли? Сұрамауға болады. Дегенмен шынымен де Алладан сұрамай, неке қимай үйлене салудың өзі бір ойға кірмейді онша. Сонда мен некеміз қиып жатқан кезде Алла Тағала өзің қостың, енді ешқашан ажыратпас деп сұрадым ше. Мінекей Алла естіп соның бәріне сеп болған сіз бүгін тағы да келіп тұрсыз. Құдайға шүкір, қош келдіңіз. Ғұмырларыңыз ұзақ болсын, Алла Тағала бақ береке берсін, балапандарыңыздың бақытын көріңіздер. Тілегіміз шексіз. Енді махыр деген осы бір соңғы жылдары сол қайдан пайда болғанын білмеймін әйтеуір. Сол махырсыз ақ сыйлығымызды беріп жүрдік. Сол кезде болмады ма махыр сонда? Жоқ, біздер жоқ. Сұрадыңыз ғой сіз, қандай махыр дегенде мен алтын сақина деп айтыппын. Ол алтыннан бүгін үй соққандай алтын осы 21 жылдың ішінде үй соғып бердім. Қалай мақтап жатыр. Осындай әйелді қайдан табасыз айтыңызшы. Қазақта жоқ, бірақ шықтық қой міне, көрдіңіз қалай мақтап жатыр. Ана сөз маған өтіп кетті. Жезде ана сөз маған қатты өтті. 30-25 жыл бүйтіп алақанында ұстады ғой дейді. Енді әрі қарай міне сіз сөйтіп ұстаңыз бұл кісінің алақанында. Ал енді сонымен не болды? Сыйлаймыз ба, сыйламаймыз ба? Жалпы енді шариғатымызда да, адамзатта да жалпы сыйлық беру, сүйсініп беру, аппақ ниетіңмен беру, ол... Ой, тез айтшы интриговать тамай бәріміз. Мен жарылам қазір. 3 минут күтіп тұрайықшы.
лентасыменен алты. Сіз деген 25 сөйлегеннен кейін мә өзім кие сал деген сияқты тоқтас. Бүйтейін, онда аға, ақыры мен өзіңіз алдынан асырғаныңыз келмей ғой. Мен сізге көмектесейінші, осы әжемі қылайыншы, ұстап. Құдай қаласа, сен үйлен, ол жаңа папама айтып, бауырым Бекболат, сен қаншаға келдің? 24-ке толады, не сен үйлен, кім? Бекболат, сен әкең уже 2 рет некесін қиып жатыр. Сен әлі жүрсің. Давай, үйлен. Қарақат енді ұзатылды ғой, Қымбат апамның қолында оқыды. Жаңа ағамыз әкеп оқуға келді ғой, енді оқыды. Сонда Қымбат апамның қолында жатып оқыды. Сол үйден ұзатылды. Тойы бәрі болды. Қалай өтті сол кездерінде де палатка болатын? Ол уақытта ма? Үйден ұзатылды ғой. Алматыда үйден ұзатылды. Қалай айтсам болады енді? Қолдан ұзатылды, содан кейін ертеңде сразу тойы болды. Құдалар болып біз ендеше ауылдан келдік пойызбен, көлікпен, ата-анамыздың тірі уақытында, қазір міне осындай халге жетіп отыр ғой, уже қарақат, бала қарақат болды, жаңа айтып жатыр өзі, прическаны бәрім өзім моншақпен қалай осылай жасап, сөйтіп шыққан қақат едім, енді қазір мінекей салонда отырмын деп жаңа нетіп айтып жатыр еді бізге, күлдіріп. Бір айтатын кез, тойында Бекболат Тілеухан қарақаттың мұғалімі ғой, бетін ашты. Содан әкей тойдан кейін шақырып алды да, енді ауылдың жігіті ғой, ай балам бергеш сен, не, беттерін ашатын бір найман табылмады ма деді. Бекболат осыны айтатыныңызды біліп ем ағатай деп құшақтап, бірақ қарақатқа барғанымда өзі ұқсат берді. Осыны мен айтқам қарақатқа деп. Сондай бір салттар болды енді. Бірақ арты жаман болған жоқ, Құдайға шүкір, жақсы, көріп отырсыздар ғой бәріңізді. Кей кезде сөйлеп қадірлі боласың, кей кезде сөйлемей қадірлі боласың. Мен бүгін сөйлемей қадірлі болғым келіп тұр. Тақыр жерге шөп шықпайды, тамырсыз ағашқа жеміс бітпейді. Сол құнарлы, сол тамырлы жерден шыққан қарақаттың тамырымыз біз деген. Ағатайым марқұм мен қақам марқұм ата-анасы бүгін бір аунап жатқан шығар. Маған 40 күнімнен кейін асырап алған баласы жоқ, немере туысқа асыралып кеткен мені 14 жасында тұла бойы тұңғыш едім. Анамыздың 17 жасында, әкеміздің 22 жасында көрген тұңғыш едім. Соны Алланың қалауымен мені немере ағасының құшағын жылыту үшін, баталу үшін беріп, 14 жасымда мені тарту үшін ақылды ағатайым әкеміз Қыпан, мына бір қыз туып жатырмыз, сен үшін туып жатырмыз. Сол сенің соңыңнан еретін,
сол сенің 10 балаға татитын бір бауырың болады, соның атын сен қой деді. Мен 5 жыл Казгуге түсе алмай жүріп, енді түсіп атқам. Сонда осы қарақат туып, мен пойыздан ауылға жеткенше өсетін заттың атын қойғым келді. Өзі тәтті болса екен, бірақ тәтті екен деп қолға тез түспес екен. Қолға, кез келген қолға түсе қоймас екен. Бірақ түскен қолға шипалы болса екен, берекелі болса екен, нәзік, сүйкімді, домалақ болса екен деп, неше түрлі ой ойлап, осы қарақат деген есімді қойдым. Сол күннен бастап, жанға қатым менің, әнға қатым менің, күн тыйғаным менің, бұл тыйғаным менің деп, езіліп, елжіреп, бауырым бар екенін сезіндім. Солға қат қой, менің радиода 20 жылдық бірге істеген тәтелерім, көршілерім, достарымның бәрі маған айтатын. Өздеріңіз білесіздер, киім жоқ кезде Қыдырәлі деген қазақтың Абыканың дүркіреп аспанда тұрған кезінде ол жай бір жүгірістің жай бір қызына қарай самайды ғой. Хақат ол кезде радиодан түспейтін, телевизиядан, тайқазаннан түспейтін, газет журналдан түспейтін, мен өзім жетпеген жетістіктің бәріне жеткізіп қойған. Телевидениенің корышкасын көрсетіп жүріп, бүкіл республикадағы импортный киімдерді кигізіп қойған қақат қой ол. Сол қақатымды маған бәрі айтады, қарақат сен еңбегіңді қалай ақтар екен деп. Ақтағаны ғой осы. Нағыз саналы ата-анаға, саналы үлкенге, баланың, ұл мен қыздың бақыт үшін күресе білгені. Сөйтіп бақытты болып, сол бақытын елге көрсеткеннен артық қандай ақтау болуы мүмкін. Бүгін біз Қадырғали үшін, бүгін біз Қақат үшін елмен бірге мақтанамыз, тәуба қыламыз. Сондықтан жаным, мына жерде үлкендер кетіп қалды. 65-тен асқан маған үлкендік ерте келді. Біраз бауырларым келіп тұр. Қызмет ағасы, Айжан жеңгесі, елден Бағдат, апасы Қарақаттың анау оңтүстікке келін қып берген әкеміздің төсіне бір ұлды балам деп шығармай, осы Инара, Инам деп кенже қызы қып шығарған ерке қызы, Құдай-ау оңтүстікке келін болып кетті ғой, құлыным-ау сыйып кетті ғой, сыйып кетті. Міне, осындай болып келіп тұрмыз. Сөздің қысқасында мен Алматыда Семей наймандармен бірге тұрам. Сол Семей наймандардың атынан, өз атымыздан Қақатымыздың бағын жаңылдырған, қадірін білген, бүкіл Қазақстанға сүйікті болған, сүйкімді болған, соны сүйкімді қылған, намысты азамат, ер азамат, Ұлытаудан шыққан ұлылардың жалғасы Қадырғалиыма Алматының Алатаудың асыл шөбін, таза шөбін жеп өскен сәйгүлік мінгіздік. Жақындарымыз, мінекей, қазір енді достарымыздың әдемі идеясын енді қолдап жатырмыз. Қазір мына гүлді лақтырғымыз келеді, өте. Эстафетаны сіздерге жолдағымыз келеді, жұмысы болсын дегіміз келеді, ал кім қағып алады екен, оны қазір барлығымыз бірге көресіздер. Білген табаданызда бірге лақтырып жіберіңізші. Қыдырағыз гүл лақтырмай қойыңыз енді. Тілектес болып тұрады, иә. Мына жақпа білмейін десең. 1, 2, 3, ал кеттік. Көтеріс болды. Мика, Мирангүл. Сколько лет, сколько жил.
сыйлатыр ғой мінекей 25 жылға дейін, 50 жылға жетсін, Алла қаласа. Балаларының қызықтарын, рағатын көрсін. Немере сөйтіп шөбересуді нәсіп етсін Алла деп тілеймін, өздеріне айтам күнде тілекте. Сол ғой менің тілегім, менікі аналық тілек қой. Апасы болғанмен мен как анасы сияқтымын да.